Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Видео кеңінен тарап, қажетті жерлерге жету үшін видео астындағы бір лайк және жазылу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз қабатуланың қабырғаларына тисін. 1 қыркүйектен шәкірт ақы мөлшері артады. Бакалавриат студенттерінің шәкірт ақысы 20%, магистранттар мен докторанттардың шәкірт ақысы 15%, техникалық және кәсіптік білім студенттерінің шәкірт ақысы 50%-ға артты. Қаулыда белгіленген шәкірт ақы мөлшері докторанттарға, оның ішінде денсаулық сақтау бағыты бойынша 217.500 теңге, даярлаудың денсаулық сақтау бағыты бойынша резидент дәрігерлерге және магистранттарға 111.579 теңге, магистранттарға 97.024 теңге, интерндерге 75.890 теңге, даярлаудың педагогикалық және денсаулық сақтау бағыттары бойынша білім алатын студенттерге 67.200 теңге. Өзге студенттердің шәкірт ақы мөлшері мына жерде жазылған. Егер де біздің видеоролик ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.